Ассаламу алейкум, азиз тамаша көйлер. Жақсы білесілер Қарақалпақ көркем өнері һәм мәдениетіне үлес қосқан һәм қосып атырған өнер иелері оғада көп. Бірақ олардың арасында міслі таланты менен қосылып туылғандай инсанлар бар. Біз бүгінгі көрсетуімізде сізлер менен бірге еске алмақшы болған инсанды әне соныңдай өнерге илахи берілген инсан еді деп айтсақ арз еді. Ол кім? Ол өзінің 64 жыллық менет жолынан өз алдына өнер мектебін жаратқан кеңпейіл инсан. Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист, сазенде һәм ұстаз Мұхтар Рахманов еді. Бұл инсанның өзі барда түсірілген көрсетулер бар, яғни хәзір архивімізде сақлаулы тұрған сол көрсетулерден өзін көріп, сөзлерін тыңлап алсақ, һәм соң сәубетімізді басласақ. жыл менің үшін бір жақсы жыл болды деп ойлаймын. Себебі бұл жылда үлкен жетістіктерге ерістік. Осы жылы Мұхиддин Қари Яқуб атындағы конкурс болды. Бұл конкурста Қарақалпақ Республикасы басқышында мен оқушылардың әммесі де орын алып, бірінші, екінші, үшінші орынларды алды. Кейін июн айының ішінде Ташкент қаласында болып өткен осы конкурста Назарбек деген оқушым бұл үшінші орынды алып, үлкен табысқа ерісті. Әлбетте ұсындай итибар бар екен, біздің тарауымызда ұсындай рухажылар давам ете береді, һәм үлкен жетістіктерге мәдениетімізде, республикамызда, басқа да шет елдерде, міне қазір сондай нелер болып жатыр, конкурстар болып жатыр. Солар халықаралық конкурсларға шығып тұрып, өз мәдениетіміз және алға жоғарылап өсушілігімізді және бір көрсетеміз, һәм соларға жетсеміз деген ойдамыз. Үйрету менен үйретудің парқы болғанындай, әлбетте ұстаздың да ұстаздан парқы бар. Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист, халық сазлары бөлімі мұғалімі Мұхтар Рахмановтың халық сазлары жөнелісі бойынша шәкіртлер таярлап атырғанына да 57 жыл болыпты. Бұл әлбетте үлкен тәжірибе. Ол шәкіртлерін қайсы бір таңлауға таярлап жіберсе де, әлбетте жеңімпаздықпенен қайтады. Соның ұшында бұл орындағы 20 орта буындағы 35 жоғары мағлұматлы және 55 мұғалімнің дерлік әмесі оны ұстаз деп тән алады, һәм ұстаз деп hürmetliydi de. Құрметлі тамаша көйлер, Мұхтар Рахмановты енді жақыннан танып алған болсаңыз тәжірибе емес. Біз бүгін бұл инсанның жасап өткен өмірінен һәм өнер жеміслерінен сөз ету үшін бірі Кіржекте, бірі Рубапта талай жылдар бірге істеген заманлас кәсіплесі Сазенде Оңғар Нажимовты, сондай-ақ кәсіплеслері Гүлчехра Қошымбетова, Айгүл Тыныбаева, шәкіртлерінен Есмұрза Каримов, енгенже шәкіртлерінен Ринат Тойлиев, Жеңсбек Реймбеков, Батыр Нажимов, Айбек Орынбаев, сондай-ақ перзенті Атабек Рахмановларды бүгін көрсетуімізге мұрат еткенбіз. Мұхтар Рахманов 84 жыл жасаған болса, оның 64 жылын көркем өнеріміздің, мәдениетіміздің рауажлануына, жас әулетқа өнер сырларын үйретуге бағышлаған. Оңғараға, неке сіз бірнеше жылдар давамында Мұхтар Рахмановпенен бірге іслестіңіз. Енді сіз сазендесіз. Сазенделер қосықшылар кібі сахнада көп көріне бермесе де, олардың жанлы атқарушылық талантын жетілістіруде, сондай-ақ Өзбекстан һәм Қарақалпақстан халық артистлері дәрежесіне ерісуінде, ең басылысы халық намалары менен композитор намаларын байтуда һәм оларды халыққа жанлы жеткеріп беруде салмақлы орынларыңыз бар. Неге бұл бағдарда Мұхтар Рахмановпенен бірге іслестіңіз. Сол жылларды еске алсақ. Мұхтар ағаменен жастайымнан, кішкентайымнан танимын. Себебінің өзімім сазға, саз шертуге қызығып, соғақлар дон пенер дейді, пенелер үйі болатын өді. Соған 1972 жылдардан бастап, пенелер үйіне қатынасы, сол ақылар Мұхтар аға оқушыларға сабақ беретін өді. Бірінші рет сол ұрбап сазынан сол
ұстаздық еткен сол Мұхтар аға болады. Сонdan бастап мінекей көп ол кісіден саз шертудің көптеген сол сырларын үйрендік, үйреніп бастадық. Біздердің сол бірден бір сазінде болуымыздың себепшісі сол Мұхтар аға болды. Сонdan оқуға кіріп, бұл жерде мәдениет техникумда Құдайберген Тұрдықұловтан сабақ алдық, Кіржек саздан. Сол оқып бітіргеннен кейін радио телевидение жанындағы халық саздар оркестрында жұмысқа орналастым. Кейін ала Мұхтар аға сол уақытлары филармонияда ансамбльде музыкант болып істейтін еді. Демек, Мұхтар аға сізге һәм ұстаз, һәм кәсіплес. Һәм кәсіплесіміз. Сондай жақсы ақкөкірек бір әділ ұстаз еді ол кісі. Сазларды үйреткенде де бір ерінбейді, және әлпайым жақсы түсіндіріп білетін ұстаз еді ол кісі. Мұхтар ағамен Ешжанбақсы атындағы балалар музыкам көркемдер мектебінде 2020-21 жылдардан бастап бірге істедік. Бұл жерде Мұхтар аға ұрбап сазынан көптеген шәкіртлерді таярлап шығарды. Бір ұрбап сазымыз бұл жерде ол дойра сазынан сабақ беретін еді. Мен бұл жерде хореография бөлімінде концертмейстер болып істеп жатырмын, әзірім істеп жатырмын. Пікірлесіп тұратын едік, сондай білмеген жерлеріміз сорап, біздерге сол ұстаздық етіп кетті өмірінің ақырына шейін. Оңғараға Мұхтар Рахманов 1959-1979 жылдар аралығында Айқұлаш Қарақалпақ Милли фольклор ансамблінің халық сазлар оркестрінде сазенде һәм көркемлік жақтан басшы болып істеген жыллары көбірек қайсы композиторлар менен пікірлес болатұғын еді? Филармонияда істегенде Мұхтар аға көптеген композиторлар болды. Әбдірейім Сұлтанов, Құдайберген Тұрдықұлов, Нәжімәдин Мұхамединов, көптеген өйерде композиторлар болды. Солармен жұмыс істесіп, заманласы, солардың дөреткен намаларын, ансамбльде музыкалық жақтан басшы болғаннан кейін, сол жердегі шәкіртлеріне бәріне басшылық етіп, сосаларды үйретуде, шертуде көптеген оқысының қызметтері жүдә ұлы. Ұлы композиторларымыз Мұхтар Рахмановтың талантына қай дәрежеде бақа береді оны еді? Туғры, енді бұл қосық болғаннан кейін әлбетте қосықшы сазендес қосық айтпайды ғой. Сол ақылар көптеген ұстаз апаларымыз, ағаларымыз бар. Гүлфашын Сырымбетовалар, Тамара Дошуновалар, Құдайберген Аллиярфлар, Дәулет Атажановлармен бірге істесіп сөйірді. Көп мәдениет күллерінде сапарда болды. Сондай-ақ балетмейстер Полат Мадреевларменен де тығыз байланыста болған. Жаңа ойынлардың сахнаға шығуында да Мұхтар Рахмановтың үлесі үлкен болған. Әлбетте үлесі үлкен. Өзі басшылық еткеннен кейін, һәм сол жасы үлкен болғаннан кейін, ол кісінің сазінде шәкірттері көп. Сол заманда да әзір әмінеке болды, Оразалы болды, Темірбаев, Орынбай Мәмеш деген жігіттер болды. Шәкірт таярлады өрледі. Оңғараға көп қана талант иелері Мұхтар ағаны баладай хақкеуіл инсан еді деп айтуы да бейжөн емес шығар. Әділ ұстаз, әзілкеш, бір ақкөкірек кісі еді, сондай инсан еді. Сабақ өтіп жатырмыз, хореографиядан саз шертіп жатырмыз. Ойын сабақлығы болады. Қарақалпақ сазынан, өзбек сазынан келіп, бірақылары бір айтқаны оңғар дейді. Келіп, кабинетіміз жақын болды, арамыз. Ана естіп отырады Мұхтар ағада. Сол дейді, көбінесе сол жаңағы сабақлық болғаннан кейін сол екі-үш наманы көп ойнаймыз да, ойыншылары қой үшін. Онға екі намадан басқа нама білмесең бе деп күледі да. Соған бір айран қаласаң да, қасымыздан мұғалімдерім естіп күледі. Мен айтамын, аға деймін, үстіңмен айтып ефілеп әйтеу істеп жатырмыз деп, мен әзір жауап қайтарып, сондай бір ақкөкірек жақсы инсан еді ол кісі. Көп сөздерді, бір насихаттарды айтады отырып, ол кісімен отырып сөйлессең ұлыма бір жалықтырмайды, ешқандай бір көйлуінді алып, ол кісінің орны жүдә бір өзгеше еді. Рахмет Оңғараға. Мұхтар Рахманов жас әулетті музыкаға һәм көркем өнер түрлеріне қызықтыруда, олардың қабілетін жетілістіруге, сондай-ақ отанға сүйіспеншілік сезімлерін һәм милли қадіратларымызға хүрмет рухында тәрбиялауда біраз жылдар ұстазлық минетін сіңдірген бір қанша шәкіртлер таярлаған. Рубап саз аспапларының сазларын, түрлерін, намаларын жалықпастан үйретіп, жетік сазенде, жетік педагог болып қалыптасуында ұстазлық
минетін сіңдірген. Бұндай підай ұстазды әр біріңіз, әр дайым еслеп тұрсаңыз керек, Есмырза. Ұлыма білім беру мектебінде отырмыз, партада бір кісі кіріп келді, есігімізден, қолында рубағы бар, қасында дайрашысы бар. Сол жылдар сол Ешан Бақсы атындағы балалар музыка көркем өнер мектебі бірінші салынып ашылған дәуір екен. Сол инсан келіп, аспаптар бар, мындай жөнелістер бар, басқа да жөнеліс бар, қызықсаңлар, келіңдер деді. Біздер ойынның балалары ойнап жүріп, әке-шешемізге айтып көрдік, әке-шешеміз. Бала ғой, қасымызда жақын екен. Сондай-сондай бір аға келіп айтып кетті деп. Жасы үлкен аға болса қой, мен еріп барайын деп анамыз шықты ізімізден де. Сөйтіп бірге барып, апарып, Мұхтар аға ұстазымыз ітібарлы етті. Келер кемесін қолымызды ұстап көрді да. Қол ол ұрбаққа түсе ма, ол ямаса афған ұрбаққа түсе ма, ямана кіші ұрбап дейді, прима ұрбабына. Түсе ме, ямаса дайраға түсе ме, сол сынап көреді. Сөйтіп жаңа ритм, слух, бәрін есте сақлау қабілетлерін сынап көрдік. Мына баланы сәл уақыт берсеңіз, біз бір саз аспап бар, соған отырғызамыз. Әзір жоқ, көрсете алмаймын деді. Біз жаңа көргіміз келіп, нелерде қызығып жүрміз, жоқ дегеннен басқа инструменттер тұр, мына саз аспап қоятығын ілдіргіші. Бар да? Сол жерде афған ұрбабы тұр, қашқар ұрбабы тұрыпты, дайралар тұрыпты, дутарлар тұрыпты, жаңа альт дутарлар. Жаңа инструмент жоқ екен да? Аспап. Саз аспабы. Сөйтіп, енді ол кезде біздің боям кішкентай еді, бармақларым кішкентай еді да. Бір күні алып келді, мынада оқисам ба деді, прима саз аспабымыз. Бұл қандай болады екен, гитарға жақынланбасам? Тап өзі деді. Енді бойымыздан кішкентай басқасына жетпейді ғой. Қашқар ұрбапты ұслайын десең, мына жетпей қалады қолың. Афған ұрбаптан нетейін десең, үлкен кеудемізге тура келмейді. Сөйтіп приманы отырғызды да. Сондай енді тарихи уақияларменен сол Мұхтар ағаға шәкірт болып түсу несіп етті бізге. Демек, Мұхтар аға сол шәкіртлерді қабыл етуде олардың қолларына, бармақларына қарап, қайсы саз аспабын шертуге мейлі бар екенлігін анықлаған. Мектеплерде айтады, бастаңғыш класста әліппені үйреткен дейді. Сол әр бірінші қадемдерін үйреткен, осы саз аспапқа мейірімізді оятқан, келешекке қарай ұмтылтқан инсанлардың, бірінші инсанлардың бірі да. Есмырза, сізлер білесізлер, сөздің сөзден парқы болғанындай, музыкада да сондай ажыралып тұрады. Яғни, ұстазыңыз Мұхтар Рахманов сол рубаб саз аспабының қайсы түріне һәм онда атқарылатығын шығармаларға қай дәрежеде ітібар беретұғын еді? Шығарма таңлауда сәл қиынрақ болады ғой, себебі әрбір шәкірт, бір ұстазда 10 шәкірт, 15 шәкірт, немесе 7 шәкірт болса, оған жетеуіне 7 сөтілі зат, кемінде бір шеректің ішінде 4-7-ге көбейтсеңіз, сонша программа тауып беру керек те шығарма. Енді бұл инсан кітапларды ерінбей ақтарып қарайтын еді, себебі ол оқушыны имтиханға да таярлайды, ол оқушыны класстан классқа да өткен, ол оқушы таңлауға да қатынастырады, өзінің талаплары болады да. Ірі формадағы шығармалар болады, оның ішінде континент характердегі шығармалар болады, немесе техник шығармалар болады, халықнамалар болады. Соларды сайлап, өзіне мас, әр баланың өзінің оқуынан келіп шыққан қалды, соған атқартқан былай тұрсын, орын алатын дәрежеде таярлап, соның алдын ала көзін алдына келтіріп көре алады да. Мұхтар аға ұстазымыз тек прима емес, я қашқар ұрбап емес, я афған ұрбап емес, ол дайраданам, дутарданам, саз аспапларынан, дутар альт саз аспапларына сабақ беріп, шәкіртлерді көп тәрбиелеп, келешекке қарай алдыға ілгерілетіп, өзінің өмір жолын тауып кетуге де бір түрткі болған инсандардың бірі өзі саналады. Бұл өзбек, қарақалпақ халықларының мирасы үлкен бір ғазине таусылмас. Сол мирас ішінде көркем өнер үлкен орын иелейді. Себебі ол көркем өнер инсанды gözallıkқа жетектейді. Оның ішкі сезімдеріне оятады, һәм рухи дүниясын байытады. Міне сол рухи дүнияда музыка саз аспаплары, міне халық сазлары аспабында міне 2016-2017 оқу жылында мектебімізде үлкен жетістіктер болды. Енді халық сазлары аспабында
Aytsak mine kömüşe konkurslar bolup atır. Mine uşunday tanlovlarda mektemimizin ülkön жетишкендikleri köp. Ayniqsa mine halk saz asbaplarında жақында bolup ötken Muhiddin Qariyaqub atındağı respublikalik konkursta ballarımız tabışlarga erişti. Mine prezidentimiz bizim muzika hem körküm önör mekteplerine köp ahimiyet berip, olardı mine biz ata analar tölemlerini jеңillik berdi. Mine usu jеңillikten faydalanıp, hazır ballardın muzikaga kızıquşılığı da artıp baratır künden künge. Qarap otursak, mine sonda imkaniyetler yaratılgan, barlık klaslarda saz muzika asbaplarının təminlengen, hem solardın oku üçün şarayitlar barlığın yaratılıp, sonday жақсы imkaniyatga iyi bolup turup okutup atırmız. Bundan imkaniyatlar burungu vaxtında bolmagan. Mine hazır kanşama ballar okup, bilim alıp, muzika medeniyetini sonday konkurslarda katnasıp, ülkün жетістікleri жетісіп atır. So sözümüzдің dəlili retinde mine okuşum Baynazarov Nazarbek özünün үйренген namalarından, mesela Muhammed Mirjayev'in zavkım kelür, Özbek kompozitorlarını mine Afgan urbabına yazılgan, sonundan birge Muhammed Omar'ın Güller Raksı, Sabinib Kalanov'ın söz hem kosuq oyun degen namaları, klasik namalardan Bach'ın La minor konserti, son namalarda oynap konkurslarda жеңімпаз болып киятырды. Есмырза, бүгін ұстазыңыз хүрметіне қандай шығарманы атқарып бермекшісіз? Жоғарыда ядымнан көтеріліп кетті айтуды. Бұл саз аспаптармен жеке өтуден тысқары ол сол мектептің ішінде балалардан халық саздар оркестрін жаратты. Сөйтіп халық саздар оркестрінде Кармен операсынан Бизенің, онан кейін жаңағы Брамстың венгер ойынларын, һәм басқа да халық намаларын атқаруға, ноталарын тауып шығармалар танылуға көп аянбай минетлерін істеді де, сол уақытта бізде атқардық. Сол шығармалардан бірі сол Кармен операсынан композитор Бизенің хабанерасын атқарып берейін.
Есім мырза, қандай ажайыпнама атқарып бердіңіз? Бұндай профессионал, жетік, қанеге болып жетілісуіңізде әлбетте ұстазыңыз Мұхтар Рахмановтың орны салмақлы деп білеміз. Оркестрде сол шығармалар шертпегенде біздер аз оның ядымызға келмейтін еді, шертуім. Оның орнына басқа шығарма шертетін бедік. Бұл шығарма әзірге шеген концертмейстер жетекшілігінде атқарылып келгенде. Көбінесе қос қылып атқарады да, енді сонда біздер концертмейстермен жетекшілігінде атқаратын болсақ, концертмейстермен атқарып жатырмыз, оркестрмен атқарып жатырмыз, оңғарағылар жақсы біледі. Ансамбльмен атқарып жатырмыз, жекеде атқарып жатырмыз. Енді бір жол қалды да оның. Себебі бұл саз аспаптар медиатормен шертілетін болған қашқа рубап болсын, авға рубап, прима рубап болсын. Оны эстрада классика араластыру һәм сол жанрдың ішінен бұл саз аспаптар орын алу. Гүлчехр апам, неке Мұхтар Рахмановпенен бірнеше жылдар давамында бірге іслестіңіз, кәсіптес болдыңыз, солай емес пе? Мұхтар аға, мен жұмысқа келген вақытында біздерде бөлім басылық болып істейтін еді. 1995 жылдан басылап 30 жыл давамында бірге істестік. Сол уақытлар Мұхтар аға тек рубап кашкардан сабақ бермей, дутар, дойра, рубап прима, даже афганский рубаптан сабақ беретін еді. Көп насихат беріп тұратын еді, келіп, сабақ өтіп атқан жерімізге келіп, өзі үлкен жастағы ұстаз болса да, менен дутар туралы насихат сұрап кететін еді. Мен мына оқушыма дутардың наман үйретсем бола ма? Екінші классқа мына нама бола ма? Сенде нама бар ма? Деп сұрап келіп, намаларды алып кетіп, дутарға да сабақ өтетін еді. 2015 жылдан басылап мен бөлім басылық болдым. Мұхтар аға менен бірге іслестік. Оркестрдан сабақ беретін болдық. Мұхтар аға көп жол көрсетті маған. Оркестрда мынандай болу керек, мынандай намаларды алсаң туыр келеді. Мына оқушыны мына жерге үйретіп берейін саған, рубапта жетіспесе рубапқа отырғызайық деп көп насихат беретін еді. Мен дутарменен бірге чәң аспаптанам сабақ беремен. Сөйтіп ол келетін еді бір уақытлары. Маған сомна үйренген сабақ беріп атқалам азлық қылып тұрды, сомна чәңнен үйреніп алсам бекен сенен. Чәңнен бір сабақ берсем екен деп тұрған. Инсан болғанда, әр тәріплемен барлық саз аспаптарын меңгеруге әрекет еткен. Ауа, чәңнің тары неше тары бар? Санап бер маған деп тарларын сорап тұратын еді. Мынау қандай тар деп. Үлкен жаспан демей, сол келіп үйренуге әрекет қылатын еді. Бүркілдері сөйтіп қарап тұрып, маған қарап, қосық тақмақ тоқып беретін еді. Шайырлық қабілеті де болған екен де демек. Саған арнап қосық тоқып қойпа, мен айтып беріп кетсем бола ма деп бір күн кеп тұрды. Гүлчехра, менің басылығым, сені көрсем, ядыма түсер жасылығым дейді. Сондай көп. Төкпе шайыр деп айтсақ да болар екен. Тек маған емес, жұмыстағы атларға туырлап, сондай қосық тақмақлар тоқып айтып кете береді оны. Жасы өткен менен бәрібір жас сілегіз келеді жұмыс. Ай, Гүлчехра, мен ендігі жыл қояма жұмысты. Болдым мен, істемеймен дейді оған еді. Бірақ бәрібір істемеймен деген менің не дейткімді күтіп тұрады да. Тұраға сіздің орныңыз басқаша ғой. Сіз де ұстазлардың орны өзгеше. Сізге қарап біздер үлгі алып жүріппіз ғой. Қой, ендігі жыл келің дейді. Солай ма дейді оған еді. Ауа дейді, оны қуанып кетеді оған еді. Қайттан келе береді. Ауа, сөйтіп әр жыл келіп тұратын еді. Қояман деп бәрібір істегісі келіп тұрады. Шәкіртлерінде, кәсіплесілерінде көзі қимаса. Көзі қимайды. Ал сөйтіп айтады оған, биыл ақан оқушыларыңыз кім оқытады сіз кетсеңіз деп. Көп оқушы таярлады. Кейінгі ақырғы шәкіртлерінен Орынбай Айбек келді. Сол студиямызға азыр бір намасын атқарып береді. Тойлиып Ринат Қанегелестірген мектепте 11 класс оқып жатыр азыр. Шәкіртлері көп, санына жете алмаймыз, оны азыр айтып отырсақ, көп шәкіртлер. Коряков конкурсы 2 жылдан бір болса, оқушысы бар, жоқ болып қалмаған ешқашан. Әмма таңлауға таярлап, конкурста жеңімпаз болады. Нөкіс басқыштан сөйтіп Ташкентке барып қайтады. Ташкенттен Нөкістен 1-ші орынды алып, Ташкенттен 2-ші орынды алып қайтады. Көбінесі сондай 2-ші, 3-ші орынларды алып қайтатын еді. Қандай шығарма алып келгенсіз? Біздер бүгін рахат күйін таярлап келгенбіз. Мен Мұхтар ағаның ең кенже шәкірті боламан музыка мектебіне. 10 жасымда келдім. Мұхтар аға өзі мектептің алдына шығып күтіп алды. Ұстазлық еткен. Ұстазлық етті. Қайсы инструментті сайлайсан деп, аспапты шертесен деп маған вариантлар берді. Қолларымды ұстап көрді, қашқа рубапты тарладым. Енді сол тараудың ізін давам еттіріп келмектемен. Біз әр рубап шерткенде, рубап аспабын көргенде Мұхтар ағаны еслейміз.
Біз өзіміздің алдымызға мақсат етіп қойдық. Мұхтар ағаң берген білімдерін біздер үлкен-үлкен сахналарда көрсетеміз деп өзімізге мақсат қойдық. Бізге шетіп берген шәкіртлері елі жас кадрлар, келешекте профессионал кадр болып жетісуіне көзіміз жетеді.
Жээнбеков Жеңісбек. 11 жасымда мен бірінші саналы музыка балалар көркем өнер мектебіне келгенмін. Һәм де мен Мұхтар ағада 11 жасымда дәп сырларын үйреніп бастағанмын. Мұхтар ағада мен 2 жыл давамында оқығанмын. Айгүл апа, мінеке сіз де кәсіптес болғансыз, Мұхтар Рахмановтың мінеке осындай профессионал дәрежеде шәкіртлер таярлаған, һәм соның менен бірге көркем өнеріміздің, мәдениетіміздің рауажлануына үлкен үлес қосқан. Сіз кәсіптесіңіз хақында не айтқан болар едіңіз? Біздің мектепте өзі ансамбль бар, халық сазлар ансамблі, жаңағы мұғалімдерден түзілген ансамбльда ол. Сол ансамбльде сол майда ырғақларына дейін мына жер мынандай болады деп маған мәслихат беріп, мен о кісіні мен негізі әкемдей көремін. Себебі ол мен әкеммен заманлас һәм бірге істескен филармонияда, бірге декадаларға барған. Әкем кеткеннен кейін сол жаңағы әкең өлсе де әкеңнің көзін көрген өлмесін дегендей жұмысқа асығып келемін. Себебі Мұхтар ағаны көрсем өзімнің әкемді көргендей боламын да. Әкем Карымбай Тыныбаев сол бірге істескен, олар бірге барлық келіс қылған үйге. Сол жұмысқа мен 2002 жылы келген болсам, әкеме айтып бардым, ал Мұхтар аға бар екен сол жерде, деп ол арасында сорап қояды, әкең не қылатыр? Бірге баяққа барып едік, Дағыстанға бардық, ямасы Башқұртстанға бардық бірге деп маған айтып, сондай сөйлесіп отыратын едік. Баладай, ақ көкірек, мына той тамалақларда барғанда дәру жаңағы ортаға қарезімше шықса болды, дәрі қолын көтеріп шығып ойнап алады. Бәріміз сол шыққаннан кейін қалай отыра бересің, жап-жас болып, ана үлкен адам ойнап отырғанда, біз рәм шығайық деп, сол жаңағы қошаметлеп бірге сөйтіп жүретұғын едік. Шаққан қимылдайды да жақсы. Сазларын атқарғанда да шаққан жаңа мына балды шәкірттерін естіп жатырмыз ғой. Рақат шертіп жатыр, завқын келуді шертіп жатырды. Бәрі сол Мұхтар ағаның жақсы көрген шығармалары ғой. Мұхтар аға бір сізден мен біздер біткеріп келдік қой жоғары оқу орнында. Сөйтіп Мұхтар аға көріп кетуге барамыз. Мұхтар аға сізден мен бір намай естікті дейміз. Әгер руатты дейді. Сіз жаңа завқын гүлдерді бастады. Тан-тарадам, тарадам деп дайрашысы болған. Біздер айтасыз, қалай екен дейді. Мұхтар аға, елем жақсы жетесіз қой деп қояды. Жақсы сазаспа бар да. Шаққан кісі. Шаққан да, шаққан. Сондай әркімге жаңағы Гүлшехра айтқандай, Гүлшехраға бір төртлік шығарған болса, біздерді көрсе де, біздер енді Гүлшехра, мен және қасымызда суретлі көркем өнерінің Гүлсәуір деген досымыз бар, жүреміз біргеліктеміз, әмеміз. Гүлсәуірім ең тәуірім дейді. Сөйтіп маған қарап, мен не демсем, Айгүлім, сен менің гүлімсең дейді. Сондай әзілкеш бір жақсы адамның кеуілін алғыш, сондай инсанларменен бірге кәсіптес болғанымызға жүдә бір қуанышлымыз. Себебі ондай кісілер бір дүнияға бір келген кісілер деп айтамыз да. Ол ұстазлық жағынан бола ма, ол тәрбиялық, мына қожалық жағынан бола ма, әр жерде өзінің бір мәслихатын беріп кетеді. Ол ешкімнен бір қапа болғанын көргеніміз жоқ та. Бір енді жұмыс жағдайында болып қалады, бір
қолайсыздау бір адамның күйеуіне тиетіндей бір гәп айтуы мүмкін. Сондай жағдайларда да ол өзіне алмайды да, енді мен өзім куә болғанларымды айтамын да, деп бір сәтке қарап тұрып, бірден қайырылып кетіп қалады. Әзілге айландырып жібереді да. Ана басылады тәуірі жаңағы ненің. Қайттан бір жақсы атмосфера пайда болады да. 64 жыл мына осы өзінің өмірін мына аспапқа деген, өзінің минетін, жолларын бағышлаған инсан 64 жылды көз алдыңызға келістірсеңіз, бұл үлкен жылда. Оны анау адам енді бір пенсияға шыққаннан кейін қойып тастауы мүмкін да. Бірақ бұл өзінің сонша мына аспапты жақсы көргенлігі, өзінің мұхаббатын ұсыған бергенлігі ұшынбай, бір өзінің жаңағыда айтқан шаққан өзінің позитивный энергиясы менен бе сол өмірінің ақырына шейін біздермен бірге тең-бе-тең жұмыс алып барды. Ол еш маған азлау сабақ бере алмаса, мен мына қатынаспаймын деген жоқ. Ол барлық концертлерде болсын, басқа затларда болсын, тең-бе-тең бірге жүрдік. Қазір ешкім жойтамыз, суреттеріміз бар, арасында қарап отырамыз. Жиналыстарда естейміз, Мұхтар ағандай мынандай қылатын еді деп. Бұл кісідей инсан болу әркімге де несіп ете бермейді. Қазіргі уақытта Мұхтар ағадан кейін жас үлкенінен кейін Оңғараған Әжимов бар. Осы кісілермен жұмыс істеп жатырғанымызға біздер жүдә қуаныштымыз. Сол жәмәтте сондай жас үлкен инсандар болу керек деп ойлаймын. Рахмет Айгүл апа, мінекей біз көрсетуіміз барысында Мұхтар Рахмановтың дөретушілік жолын біргелікте еске алдық. Лекін мінекей ол дүнияға келген шаңарақ, оның өмір жолы, ата-анасы сондай-ақ шаңарақта қандай инсан болды, әлбетте бүгін көрсетуімізге қатынасып отырған перзентінен тыңласақ. Біздердің шаңырағымыз көп миллеті. Әкемнің анасы татар болған. Әкеміз өзбек, анам қазақ, ананың анасы қарғалпақ. 8 перзентіміз, 2 ұл бала, 6 қыз. Бәріміз музыкальный мектепке барды. Біреу хореографияда, духовой отделде. Мен баян аккордеон шертетін едім музыка мектебінде. 5-6 жасымда мен музыка қызғатын едім, эстрадаға барабан шертетін едім. Арзу ансамбль бар еді, соған апарып барабан шертесін сол. 6 жасымда 1-ші классқа бармадым әлі. Көне бір өмірат. 1-2 жылдан өткеннен кейін фортепиано бөліме берді. Үйде аспап болмағаннан кейін фортепиано сәл қиынлау болды ма, бірақ шертетін едім. Сосын баян бар деді. Сол кезде Устимов Володя деген ұстазларыңыз бар еді. Мен бірінші ұстазым Кенесбай Абдулаев, композитор. Баяннан сабақ беретін еді. Сода оқыдымыз. Әкем сол ұстазға берді. Кенесбай Абдулаевқа соны баянды үйретті. Өзімде азыр сазенде давам етіп жатырмын. Мектепке шекінге білімдіру мекемесінде сазенде болып істеймін. Баян шертемен, аккордеон шертемен, фортепиано шертемен. Атабек әкеңіз Мұхтар Рахманов өзі Қоқандта туылған. Лекін Қарақалпақстанға қалай келіп қалған? Әкенің анасы ұрыс уақытында Түркіл қаласына жолдама берген. Қанегеліктері жетіспеген физика, математика мұғалім еді. 2 жасында көшпеген Түркіл қаласына. Әкенің анасы апамыз істеп, және де жолдама берген Нукс қаласына. Нуксте қалды. Әкеміз шәкіртлері бар, әкенің аты өшпейді деп ойлаймын. Хақиқатында да Атабек мінекей бүгін көрсетуімізде біз куәсі болып отырмыз. Осындай шәкіртлері бар, кәсіптестері бар, ізін дауам еттіруші келешек әулетқа Мұхтар Рахмановтың ісмін елі жеткере береді деп үміт етеміз. Енді ұстазымыз Мұхтар аға көбінесе халық намаларını жақсы көретін еді. Сол халық намасынан бір нама атқарып берейін.
Рахмет, мінекей, бүгінгі көрсетуімізге қатынасқан кәсіптестері, шәкіртлеріне minnettarchilik білдіреміз. Айрым инсанлар сондай күшлі талант иесі болса да, жүдә кішіпейіл болады. Олардың һәм өнеріне, һәм пазилетіне әуесін келеді. Сол айтқанымыздай, ұсындай пазилет иесі Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист. Өзінің 64 жыллық минет жолын көркем өнеріміздің, мәдениетіміздің рауажлануына бағышлаған. Дүркін шәкіртлер таярлап кеткен көп қырлы талант иесі һәм сахи қалп иесі болған Мұхтар Рахмановты бүгін шәкіртлеріменен бірге еске алдық. Біз сенеміз, Мұхтар Рахманов ісмі һәм іслері өзі жаратқан ұстазлық мектебінде елі давам ете береді. Осының менен бүгінгі көрсетуімізді жұмақлаймыз. Келесі эфирлерде көріскенше сау саламат болыңыз.